Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін үйдегі қарапайым кукуруз ұнынан жасалатын блинді көрсетемін. Алдыңғы видеоларда сіздерге қантты заменяющий гихи майы мен кокос майымен көрсеткен. Бүгін үйдегі бар затпен блины, яғни жусай қосылған блины көрсетемін. Оған жұмыртқа, 3 жұмыртқа, сода. Мен видеоны түсіріп атқанша сіздер лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Сода, қант, пісте майы және жусай, ыстық су. 3 жұмыртқаға қантты өздеріңіздің қалауыңызша. Мен чай қасықпен 3 қасық қант саламын. Осыны араластырып аламыз. Бұл кукуруз ұнынан шер, пісте майы, сода. Барлығын қосып алыңыздар. Бұл мини-фарине ұн, яғни осыдан 1-2 қасық. Бұл ұннан жақсы блины шығады. И шер микс ұны. Содан 1 қасық. Мен араластырған ұндарды жақсы көремін. Дәмі өзгеше, басқаша болып тұрады. Мен жарты литр су алдым, ыстық су. Оған шай қасықпен тұз қостым. Сіздерге бүкіл құрамында қосылатын заттардың көлемін описанияда қалдырамын. Қандай да диеталық сұрақтарыңыз болса, WhatsApp нөмерге шықсаңыздар болады. Сіздер көлемін азайтсаңыздар болады. Мен 3 бірдей балаға жасағаннан кейін кішкене көбірек жасаймын. Жусайды өздеріңіз ұнатқанша қоссаңыздар болады. Бір-екі ғана араластырып аламыздар. Бүгінгі үй жағдайында қант болмайтындарға қант алмастырушы қоссаңыздар болады. Сіздерге болатын заттармен жасауға болады. Блиницаны қыздырып алыңыздар. Әдемі жұқа блины шығады. Қандай да сұрақтарыңыз болса, WhatsApp номерін қалдырып кетем. Сіздерге қолымнан келгенше диета жайлы барлық сұрақтарыңызды үйретуге тырысамын. Сондықтан хабарлассаңыздар болады. Осылай шетінен пісіре беріңіздер. Балаға кішкене басқа дәм және басқа түр, күнделікті бір нәрсені жей бергеннен бала шаршайды. Сондықтан әртүрлі қылып өзгерте береміз. Ас болсын.